Сәлеметсіздер ме? Мен 11-ші Б сынып оқушысы Жуанышева Аяжан Қайратқызы. Бүгін бізде қонақта ұлттық тестілеу орталығының Қарасай ауданы бойынша филиалының басшысы, кәсіби бағыт-бағдар беруші Еркинбаева Назгүл Аблеевна. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Үлкен рахмет. Менің сізге ең бірінші қоятын сұрағым, тәжірибелі маман ретінде айтсаңыз, қазіргі таңда оқушылар көбінесе қай пәннен уақыттарын жоғалтып алады және қай пән бойынша олар уақыттарын тиімді пайдалану қажет? Енді бұл үлкен кешенді сұрақ. Бүгінгі таңда мен мына мәселеге тоқталғым келеді. Жалпысында ұлттық бірыңғай тестілеу дегеніміз не? Бұл жоғарғы оқу орынға түсетін емтиханның бір нысаны. Енді ұлттық бірыңғай тестілеуге үлкен дайындықпен келеміз. Солай ғой. Енді сіздің сұрағыңызда қалай уақытты тиімді бөлу керек дейсіз, иә? Мен қалай уақытты жеткізуге болады деген сұрақ. Мен оған былай деп тоқталар едім. Жалпысында уақыт менеджмент деген түсінік бар, білесіз ғой. Бізде балалар қандай қателіктер жібереді? Мен оны күнде көріп жүрмін. Қазақта бір сөз бар: құлақ алдайды, көз сендіреді дейді. Мен сондықтан қазір көріп жүрген мысалдар арқылы жеткізгім келеді. Мысалы, көп балаға қандай жағдайда уақыт жетпейді? Ең бірінші, баланың күнделікті режимі сақталмағанда. Мысалы айтайын, осы жолы қыстық тестілеу уақытысында мынандай оқушылар болды. Ұйқысы қанбаған, ұйықтап отырады. Мысалы, берілген 4 сағат болса, соның 30-40 минутын ұйқымен өткізетін балалар бар. Қалғып отыратын, мүлгіп отыратын. Олармен кейде тұрғызып алып, барып бетін жудырамыз, су береміз, сергіту жаттығуын жасаймыз. Сөйтіп отырып, бала өзінің берілген 4 сағатын 30-40 минутын жоғалтып алады. Әрине, тестілеуді сұрақтарына жауап беруге уақыты жетпейді. Бұл салдары не? Бұл қайдан шығады деген сұрақ туындайды. Сонда білсеңіздер, Азамат Скаков деген коуч бар, үлкен ғалым жігіт бар, осы саланы зерттеп, жалпы адамның уақытын дұрыс пайдалану жайлы зерттеп жазып жүрген. Соның «Сен» деген кітабында мынандай түсінік бар: алтын уақыт деген. Ол не деген сөз? Яғни адам сағат 10 мен түнгі 2-нің арасында адамның ағзасында ағза бөлінеді, ағзасында мелатонин деген гормон бөлінеді. Бұл мелатонин деген гормон не істейді? Ол сіз терең ұйқы фазасына кеткен кезде сіздің ағзаңыз тазалайды. Былайша айтқанда, жуып шайып шығады деген сөз ғой. Ал енді сіз дұрыс уақытында ұйықтамағаннан кейін, ол мелатонинді ағза энергия үшін қажет екен дейді, энергия бөліп жүреді, ұйқымыз шарттай ашылып, түнде энергиямыз тасып, оқып, ұйқымыз келмей қалатын содан. Енді бұның қандай салдары бар дегенге келетін болсақ, түнгі ұйқысы дұрыс болмаған адамның ертеңгісін 25% миының жұмыс істеу мүмкіншілігі төмендейді екен, қабілеті. 14% есте сақтау қабілеті төмендейді екен. Сіз ойлаңыз енді, сіз ұлттық бірыңғай тестілеуге келдіңіз, ұйқыңыз қанбаған, есте сақтау қабілетіңіз төмен, миыңыздың жұмыс істеу қабілеті төмен түсіп кетті. Әрине, сіздің уақытыңыз жетпейді, ұтыласыз. Сондықтан да мен балаларға айтар едім, тестілеу келетін ата-анаға, балаға, ұлттық бірыңғай тестілеу болатын күні бір күн бұрын жақсылап демалу керек. Ұйқыны қандыру керек. Ертеңгісін жақсылап тамақтанып келу керек. Сол уақытта уақыт менеджмент сақталады. Екінші мәселе, неге уақыт жетпейді? Мысалы, мынандай бала болды бізде, түлек болды. 107 бала алды, бірақ сертификат жарамыз. Неге? Себебі математикалық сауаттылықтан шекті 3 балды алған жоқ. 2-ақ бала болды. Енді ол шыққанда кәдімгідей күйзеліспен шықты ол бала. Үлкен бала алды, бірақ жарамсыз. Біз психологымыз бар, мен бар, баламен түсіндіру жұмысын жүргізіп, сол жерде оның проблемасын өңілдік. Сонда қандай жағдай болған? Ол математика мен физика пәні таңдау пәні екен, соған бүкіл берілген 4 сағаттың 3,5 сағатын сол 2 пәнге жіберген. Сөйтеді, математикалық сауаттылыққа келгенде уақыты жетпей қалады. Яғни, бала уақытты дұрыс пайдалану мәселесін білмей тұр. Кіргеннен кейін сіз қай пәнге қанша уақыт қалдырасыз? Қиыннан бастайсыз ба, оңайдан бастайсыз ба сұрақтың? Болмаса, мына пәнге 30 минут, мына пәнге 40 минут, мына пәнге 20 минут қалдырам деп есептеп шығасыз ба? Енді бұл жерде мынандай бар. Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалғанда жоспар мен жүйе керек. Солай ғой.
Мысалы үшін сіз бағдар тестілеуге келетін кезде бұл уақытты дұрыс пайдалану ол тестілеуге дейінгі істеген жұмысыңызға тікелей байланысты. Егер сіз жоспарды дұрыс құрып, жүйелі түрде дайындалып, уақытты байқау тестіне келгенде былай бөлем деп өзіңіздің кәдімгідей бір әдісіңіз болса, сізге уақыт былайша айтқанда жетеді. Себебі сұрақтардың спецификасы дегенді білесіз ғой, сол жерде жазылып тұр. Әр сұрақты шешуге 2 минут уақыт беріледі. Сонда ғылыми түрде дәлелденді, сіз 4 сағатта барлық сұрақтарға жауап беріп шығуыңыз керек. Бүгінгі таңда осы мәселелерге байланысты уақыт жетпей қалып жатады. Тағы да бір үшінші мәселе бар. Бұл психологиялық дайындығының төмендігіне байланысты. Мысалы, мынандай бір оқушы болады, түлек болады. Келді, өзі қобалжып келді, өзі тумысынан қорқақтау. Болмаса мынандай бәрінде мынандай не бар, шаблон бар, іліп алған мойындарына. Бұл сыртқы қоғамның әсері. Бұл бала жақсы оқиды. Мысалы, Аяжан жақсы оқиды, сен 100 балл алуың керек. Сол шаблон сіздің мойныңызда ілініп тұр. Үйден шыққанда сіз солай қобалжып шықтыңыз. Тамақ ішкен жоқсыз, ұйқыңыз қанған жоқ. Кетіп бара жатып, оған плюс мамаң айтты, балам, бәленбай сом саған төлеп жатырмыз, теңге курсыңа, енді сен 100 балл алып келуің керек деді. Сол ярлықпен келдіңіз, сіз қандай үреймен келдіңіз? Келгеннен кейін ана жердегі ұлттық тестілеу орталығының өзіндегі ішкі жағдайдың өзі сізге үрей туғыза бастайды. Ол жерде біз металл іздегішпен іздейміз, Face ID-ге тұрғызып, өзінің процедураларын жасап кіргіземіз. Ол жерде тағы бір үйренесіз. Өйткені сіз психолог туралы дайын емессіз. Тестілеуге кірдіңіз, мысал үшін, ең қиын аштыңызда ең бірінші сізге қиын сұрақ келді. Бітті, сіз ішкі стресске түсесіз. Болды, мен дайындығым дұрыс емес, мен ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырамаймын. Одан кейін екінші сұрақты ашасыз, тағы қиындау сұрақ кездесіп қалды. Сол кезде не істейді? Ішкі қобалжу көтеріледі да, сондай бала болды, қобалжыған соншалықты ауыра бастады. Бұл жерде енді медицина қызметкерін шақырамыз, ол баламен жұмыс істейміз, нашат риск етеміз, сөйтеміз, бүйтеміз, тағы да не істеді? Уақыт кетті. Қорқыныш пен үрейді жеңіп, психологиялық мықты дайындықта келген бала уақытын жоғалтпайды. Солай ғой. Бұл жерде уақытты дұрыс пайдалану үшін жүйелі, жоспарлы түрде дайындалып, психологиялық жақсы дайындықпен келген бала уақытын тиімді, дұрыс пайдаланады деп айтқым келеді.